Пайғамбарымыздан сұрашты, атайлап сұрашты бұлар. Адамдардың ақылдысы кім? Адамдардың ең естісі, ең ақылдысы кім деген сұрауны қойды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жауап берді. Аксарухум зикран лил маут ва аксарухум истидадан лил маут. Алардың ең өлімді көп естегені, өлімге көп даярдық көргені, улайка хумул акияс. Мына ушылар ең ақылдылар деді. Ушылар ең ақылдылар. Өлімді көп естегені, жана өлімге көп екіншісі бар, даярдық көргені. Ва аксарухум истидадан лил маут. Даярдық көргені. Машалла. Құда қала мұтуғандар мұндай. Барымыздың пешенемізге Алла Тағала бір нәрсені жазып қойған. 100 жылдан кейін өледі, 90 жылдан кейін өледі, 80 жылдан кейін өледі, 10 жылдан кейін өледі, 1 жылдан кейін өледі, жазып қойған. Ошол мисалы, дене менен жан ажыраған учур, дүниені таштап ахиретке көчкөн учур, ошол күнгө даярдык көрүү. Ал келет, мейли барыбызга кечеле келсин айланайын, чочуп коркпогула. Биз тилегибиз ушу, барыбыз көп жашайлы. 100 жыл жашайлы, амин деп койсуңар хотя бы. Көп жашайлы, Алла Тааламга ниетибиз ушул да, үмүтүбүз ушул. Көбүрөөк жашайлы, көбүрөөк бул жерде жүрөйлү.